Ассалаумалейкум, құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары, сіздерге замен сабақтар, яғни орын ауыстыру бойынша видео түсірілім жасай отырмын. Оны қалай орындаймыз, қалай жасаймыз, қазір бірме-бір көрсетіп өтетін боламын. Яғни әрбір мектеп әкімшілігінде мектеп басқару бөлімі болады. Мектеп басқару бөлімінен мұғалімдер бөліміне өтесіздер. Мұғалімдер бөліміне өткеннен кейін сіздерге керекті мұғалімдер ашылады. Осы жерден кім қайда кетті, қай мұғалімді ауыстыру керек. Яғни мына мұғалім бізде оқуға кетті, бұған орнына замен жасаймыз. Яғни мұғалім ауыстыру деген тұрады. Егер қарасаңыздар, қызметкердің несіне кіргеннен кейін мұғалім ауыстыру дейміз. Мұғалім ауыстыру кезең қай кезден басталады? 25-нен кезең аяқталады. Яғни октябрьдің 6-сына. Енді ауыстыру мұғалімі кімді ауыстырамыз? Дукуякова Нағиманы ауыстырамыз. Кімді ауыстырамыз? Келесі әрекетке өткен кезде автоматты түрде сол кеткен мұғалімнің сағаттары осы жерден сіздерге көрсетіледі екен. Мен енді Тоқаяқова Нағимаға мен қайсы сыныптарды жүктеймін? 8А сыныбы керек маған. Белгіленген сағаттарды мына жерден теріп шықтым. Тоқаяқова Нағимаға қайсы жүктемелер жүктелді, сол жүктемені толыққанды осы кісіге жүктеп шықтым. Енді 10-бы. Белгілеп шықтым. Енді сақтау батырмасын басамыз. Сақтау батырмасын бастым. Мұғалім ауыстырылды. Биология 8А, 8А, 9А. Мына жердегі жаңа таңдап шыққан сыныптар толыққанды сол мұғалімге жүктелді. Енді келесі әрекет. Қайтадан тағы осы әрекетті қайталаймыз. Келесі аралықты көрсетеміз. Келесі енді екінші мұғалімді таңдаймыз. Яғни 16 сағаты болатын болса, 16 сағаты бірнеше адамға жүктелу мүмкін. Немесе бір адамға жүктеледі. Енді бірнеше адамға жүктелсе, осындай алгоритм орындайсыздар. Екінші мұғалімді таңдап шығып жатырмын. Екінші мұғалім таңдап жатқан кезде мына нәрсеге мән беріңіздер. Мысалы 9Б әр күні жеке тұрады екен. Мысалы 25 мен 6 октябрь аралық қой. 9Б 2 рет өтетін болса, мына жерде 9Б-ны белгілеген екен. Төмен жақта тағы 9Б-ны белгілейсіз. Өйткені 2 октябрь бар, 26 октябрь бар. Яғни сол аралықтағы бүкіл сағаттар жеке шығады екен. Жаңағыдай бір сыныпты таңдасаң, сол аралықтағы бүкіл сағаты міндеттелмейді екен. Яғни мына сағатына, ана сағатына әр сағатын жеке таңдап шығады екенбіз. Соған мұқият назар аударасыздар. Мен қазір таңдап шықтым барын. Енді сақтау батырмасын басамын. Қалған сағаттарын қайта жаңағыдай теріп шығатын боламыз. Жалпы осы әрекеттерден тұрады. Міне көрдіңіздер ғой. Міндеттелген сағаттар. Тура осылай шыға береді екен. 25-і. Келесі қайталаймыз. 6-сы. Мен мына жерде тағы эксперимент жасап жібере салайын сіздерге. Тоқаяқова Шарипаның жаңа Тоқаяқова Нағимаға мен бір сағатын ғана жүктеп шықтым да. Ал шын мәнінде жаңағыдай мына аралықтағы қайта сағаттарға неғылды қалып кетіпті. Осы сағаттарды қайта міндеттейді екенбіз. 9-асы, 9-а вариатив, 10-ға вариатив бар. 10-ға вариатив бір рет өтіледі екен, ол қайта өтілмейді ма? 10 сағат. 9-а, 9-ға, 8-а. Жалпы осылай сақтау батырмасын басамыз. Осымен барлық замендер осымен бітті. Замен тура осылай әрекеттермен қайта осылай әрекет
жалпы осылай заман жасайсыздар, яғни мұғалімді осылай ауыстыру әрекетін тура осылай жүргізеді екенсіздер. Так, 3 мәрте заман болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса лайк, коммент және қоңырауша белгісін қойып қойыңыздар. Міндетті түрде жаңа видеоларды уақытында жасап отырамын.